Барлықтарыңызға сәлем достар. Бұл 16-шы сабақтың үй жұмысының жауаптары. Бірінші тапсырмада бізде мына телефонда ауа райы көрсетілген болатын, әр аймаққа байланысты. Соны біз мына жақта белгілеп шығуымыз керек болған. Екіншісінде raining, snowing, cold, cloudy, hot, windy екен. Дұрыс жауаптар осылай тексеріп алыңыздар. Одан кейінгі екінші тапсырмада бізде дұрыс форманы қоршауымыз керек болды. Сонымен екіншісінде today I'm working. Үшіншісінде we usually go. Төртіншісінде is visiting. Бесіншісінде are learning. Алтыншысында are studying. Жетіншісінде usually do. Сегізіншінде are enjoying. Бұл тақырыптардың бұл present continuous'ты біз сабақта өтіп кеткен болатынбыз. Егер де сізге қиын болып жатса, онда сабақты қайтадан бір рет көріп жіберіңіздер. Одан кейінгі тапсырма бізде listening болған. Бұл жерде тыңдап отырып, мынау суреттердегі қайсысы дұрыс келетінін белгілеу керек болды. Біріншісінде B екен, екіншісінде A, үшіншісінде де A. Дұрыс жауаптар осылай болу керек болған. Егер де қазір түсініксіз болып жатса, аудио файлды қайтадан тыңдап, мұқият тыңдап көріңіздер. Сонымен мына сөздердің бәрін жазып жаттап алды деген үміттемін. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.